Достар, короче, 5-ші часть көрмей мен эффектіні алып тастаймын. Міне, короче, былай істейміз. Достар, потом бар ғой. Потом біз осындай аламыз, осындай кисточка. Потом осындай әппақ түс аламыз. Аккуратно, чемендеп қолданамыз, қыздар. Қыз емессіңдер ма? Айтам деп істеп қойдым. Енді не жері бар ғой сояқтарын деп іштер комментарияға бағалап кетіңдер, жігіттер, қыздар. Жігіттерге білмеймін, ұнай ма, ұнамай ма. Таңсаяқтап айтып жүрмеңдер басқа. Таңсаяқтап жазып жүрмеңдер маған. Қанспаймын, айтқымайын дейсің бе? Қазір достар. Достар, короче, осындай әппақ затты дайқаршақ болдым. И потом, достар, короче, бітеміз. Все, осындай аламыз, осындай кисточка бағанағынай. Потом осындай ашамыз. Нафиг вообще жаптым, кстати. И потом қараңыздар, достар. Міне бұлай. Мама, мен не деп отырмын ғой? Видео түсіріп ғой. Мен өзінің түрді ала салшы. Аяқ қолың бар шығар енді. Достардан кисточканы жуып келдім, достар. Торопиться етеміз. Потом мынау сары росын дәл шет жағымен показа, достар. Достар, короче, мене осылай выглядит етеді. Осыны бар ғой. Сурет саласыздар. И потом екінші көзге солай істейсіздер. Только осы не бар ғой, осы сап-сары бар ғой, соны дәл бұлай. Короче, сөйтіп сырт жағын боясыңдар, типа как вы рисуете раскрасите, ё-моё. Вы, наверное, поняли, да? Достар, короче, бұлай шығу керек, но білмеймін, бір көкті қасқырдың бабасы өкіт. Такси. Теперь бізде помада керек. Последний штрих бұл бізде помада.